Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Мен бүгін сіздерге осындай сірне, яғни дімляма деп те атайды, осындай тамақты жасауды үйретемін. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге картошка, сәбіз, пияз және болгарский бұрыш, ет қажет болады. Және де нохат керек болады. Нохатты алдын ала жібітіп қоямыз 2-3 сағат бұрын. Енді пияз осындай майда етпей, видеодағыдай етіп, ірі-ірі ғып турап алыңыздар. Болгарский перісті де дәл пияздың пішінде 4 бұрыш етіп турап аламыз. Сәбізді өзіңізге ыңғайлы пішінде тураңыздар. Қыздар, мен осы видеодағыдай етіп, ұзынша пішінде турағанды жөн көрдім. Ал картошканы қатты майдалап жіберуге болмайды, езіліп кетеді. Бүтін болу үшін осындай ірі күйі тураймыз. Ал капустаны өзіңізге ыңғайлы етесіздер, бірақ бұл заттардың бетін жауып тұру үшін осындай 4-ке бөлгендеріңіз дұрыс. Енді бос қазанымызға жуылған тазаланған етімізді түбіне майлы жағын орналастырып, осындай видеодағыдай етіп салып аламыз. Етіміздің үстінен пиязды саламыз, пияздың үстінен болгар бұрышын бір қатар етіп осылай салып аламыз. Дағыны тұз сеуіп аламыз үстіне. Оның үстінен алдын ала жібітіп алған нохатымызды сеуіп, нохаттың үстінен туралған сәбіздерімізді саламыз. Және де бір стакан суға бір ас қасықта томат салып, сол суда жақсылап араластырып, езіп, массы дайындап, оны ыдысымызға құямыз. Енді чеснокпенен лавр жапырағын мен салдым. Егер ұнатпасаңыздар, салмай-ақ қоюға болады, бірақ ол ерекше иіс береді, дәм береді. Оның сыртынан картошканы осылай тізіп, теріп шығамыз. Картошканың үстінен тағы да тұз сеуіп аламыз, және де капустамызды осы видеодағыдай етіп, крышка сияқты жабықтыру үшін осылай теріп, әдемілеп салып аламыз. Енді бұны газға қоямыз да, қайнап шыққаннан кейін газымыздың астын басып, 1 сағат бойы төмен отта былықтып тұрып пісіреміз. Мінекей 1 сағат өтті, тамағымыз дайын, иісі деген керемет, бүткіл адамның тәбетін ашатындай күшті сірне болады. Алдыменен ыдысымызға капустаны астыға теріп аламыз дағыны. Ішіндегі қалған тамақты сол капустаның үстіне әдемілеп салып, тарелкамызға жасатып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын, жақсылар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бота.